Hello students, I'm happy to see you again. Today's lesson topic is the future continuous. So let's begin our lesson. So guys, бүгінгі біздің тақырыбымыз future continuous тақырыбына арналады. Біз ең бірінші future continuous-тың не екенін біліп алайық. The future continuous describes an action that will be happening at a specific time in the future. Яғни, future continuous дегеніміз болашақтағы белгілі бір уақытта жүріп жататын іс-әрекетті білдіреді. It focuses on the process of the action. Бұл шақ әрекеттің процесс үстінде болуын көрсетеді. Яғни, белгілі бір процесте болып жатқан шақ болып есептеледі. Және бізде future continuous-тың құрылымы бірінші бізде subject plus will be plus verb ing. Яғни біз continuous-та тұрған кезде біз міндетті түрде етістікке ing жалғаймыз. So, біз will be деген бұл to be етістігінің келер шақтағы формасы. Яғни біз future tense'те will be to be етістігінің келер шақтағы формасын қолданады екенбіз. So, the next осы future continuous-тың құрылымдары. The first affirmative, яғни жаңа айтқанымдай subject plus will be plus verb ing. For example, I will be driving at 9. Мен 9-да көлік айдап жүретін боламын. Яғни бұл біздің болашақтағы жоспарымыз. So, the next negative. Subject plus will not be verb ing. Яғни біз will етістігіне not отрицательный форманы жалғайтын боламыз. She will not be sleeping. Ол ұйықтап жатпайды. Яғни бұл бізде отрицательный форма. The next question. Біздің will етістігіміз subject-тың алдына шығып кетеді. Will plus subject plus be plus verb ing. For example, will you be working? Сен жұмыс істеп жатасың ба? So, бізде future simple-дың қолданылуы. The first, action in progress at a specific future time. Яғни бұл болашақтың белгілі бір мезетінде әрекет жүріп жатады. Яғни болашақтағы бір әрекетте осы әрекет жоспарланады және ол жүріп жатады. For example, at 8 p.m. I will be reading. Сағат 8-де мен кітап оқып жатамын. So, the next, planned or expected future activity. Болашақта алдын ала жоспарланған ұзақ әрекеттер. Яғни біз белгілі бір нәрсені пландап қойсақ, сол future continuous болады. For example, I will be staying in a hotel next week. Келесі аптада біз қонақ үйде тұрып жатамыз. Яғни бұл біздің планымыз. So the next, polite questions about someone's plans. Біреудің болашақ жоспарын сыпайы түрде сұрау. For example, will you be join us for dinner? Кешкі асқа бізге қосылып жатасың ба? Яғни, кешкі асты бізбен қосылып жейсің бе деген секілді мағынада. So, the last one, two actions happening at the same time. Яғни, бір уақытта болып жатқан екі әрекет. For example, when you arrive, I will be eating. Сен келгенде біз тамақ ішіп жататын боламыз. Яғни бұл бір уақытта екі әрекеттің болып жатуы. So guys, келесі бізде time markers, яғни future continuous пен қолданылатын сөздер. At this time tomorrow, ертең осы уақытта. At 5 p.m. сағат 5-те. Next week, next month, келесі аптада, келесі айда. When you come, сен келгенде.
So guys, бүгін біз future continuous тақырыбымен таныстық. Бұл видео сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. So guys, келесі кездескенше сау болыңдар. Goodbye.